тұрғанда үйді көтеріп кетсе де естімейсіңдер ғой түге. Не болып барады сонша? Не болды апа, айтсаңшы? Дәрет алайын деген қолыма су құйып жіберші. Енді ала бермейсің ваннадан. Тирақ сыпырып, құман. Мынауың мұздай ғой. Не болды? Шырағым, мына суың мұздай ғой. Сосын шешсең шанауыңды құлаға жақсы қалмаса. Ту, қойшы апа. Жетпегір мынауың қайнап тұр ғой. Не қылды? То салқын. Өзіңіз құйып алыңыз сонда. Ерігіп жүр дейсіз бе мені? Осы кемпірде. Блин. Рақилаш? Ай, Рақилаш. Таста жұмысыңды, кино басталайын деп жатыр. Келе ғой жаным. Кино басталып кетті қазір ана. Динара бар ғой, сол ана Жиһангер ағасы екенін біледі дейді. Астағфиралла, енді жетпеген осы бізге кино қарап еді апа. Не дейді? Апа, мынандай өтірік қой. Ертең осылардың бәрі ана өмірде Аллахтың алдына жауап береді. Естіп өтірік тағдырларды ойнағаны үшін білесіз бе соны? Ойбай, бұл кино емес пе? Сендер де тіпті дін деген сайын шығарасыңдар ау. Кім кел? Келген кім? Рахилаш? Не болды апа? Ай, Рахилаш. Кім келген? Сестра. Сестра дейді? Ана құдаша ма? Қайда құдаша, сестра деймін. Жарайды, жақсы, кім болса о болсын. Амандаспай ма келіп? Не істейсіз оның сәлемін? Не қыласы деген не сөз? Не істейсіз? Үйге келгеннен кейін келіп аман саулық сұрыспай ма? Сендер де тіпті шығарасыңдар ғой. Қай қазақты көрдің амандаспаған? Апа, қазақ, мазақ деп тіпті бір мұсылман ол, и все. Басқа сұрағыңыз бар ма? Сұрағыңыз болмаса біз мазаламаңызшы енді. Дейді мынау, мазаламаңызшы деген есе? Ой, жетесіз. Кешке ана Саматжан келсін, содан кейін мен саған көрсетейін мазаламағанды. Кто здесь? Иә, солай ғой, иә. Әйтеуір ауылдағылардың бәрі аман ғой. Жақсы. Айтпақшы анау биялдағылар аман ба? Жақсы екен. Тоқтай тұршы, қазір.
мынау тағы келді. Бассыз үйдің ит осырақ деп, бір емес, екі емес. Иә, қой бұларға қаттырақ айтып бір түсіндірмесе болмайды екен. Иә, мен қазір бұларды бір жағына шығарайын. Иә, жақсы онда. Кеште тағы да соғармын. Жақсы. Әй, шырағым, қазақпысың өзі? Сәлем жоқ, сауқат жоқ. Басып өтіп төрге оздың. Түрлерің болса мынау қап-қара болып. Не басыңның, не аяғыңның қайсы екен білмейсің. Ай, қарақтарым-ау, қай әжелеріңнен көрдіңдер бұлай етіп киінгенін, а? Әй, мен сендерге айтып тұрмын ғой. Шыңыңызшы, апа. Әй, сен қалай сөйлейсің? Сен келін емес, елім сияқтысың ғой өзі. Үндемеген сайын басыма шығып барасың. Мен қайтана Саматжанға айтпай жүрмін, араларың бұзылмасын деп. Мынауың енді шырағым. Шықшы деймін саған. Әй, Нисаны айтып тұрған шықма, шық әрі деп. Мынау қайтадай мынау ай. Әй, Рахила, аш есікті. Аш дедім ғой мен саған. Айтпесе қазір күйеуіңді шақырып, өзіңнің көкшімді келетірем. Сен менің кім екенімді білмей жүрекесің. Бол, тез аш. Аш дедім ғой мен жаның барында. Бол, аш. Рахила, аш бол. Сен кемпір ұлғасың ба ақпайсың ба мен айтқанда? Ай, мынау қайтадай. Бар, күрә. Отыр осында. Адам ұстап, үйде жүре алмайды екенсің. Енді осында отыр, ұқтың ба? Ай, қандай келімге тап болдың, Құдай. Ой, да ладно. Я вообще ұмытып кеттім. Ну, білмеймін мен әбек кетіп қойым. Блин, ванның цветін сөндіріп ұмытып кеттім ғой. Апа. Ой, бұлар сөйлемейді екен осылай айтқанында. Намаз оқитындарды айтамын. Не дейміз? Ойындаңыз, бар болған бір-екі мотома. Май жағып кеттім, бір-екі аптада жағасыз. Рахмет. Көзі сойын, біресіз. Рахмет, көп рахмет. Ойын, бізде жұмысымыз ғой. Рахмет, аға. Алла разы болсын, сау болыңыз. Рахмет. Айттым мен саған басқа қамнау деп. Бәрі соның кеткен. Таңертеңнен кешке шейін баққан телефон шайтан ұстап. Баладатын ғой бедеу неме. Келін емес, кесір боқтың. Алло. Аха, саламатсыз ба? Жұмыстан? Срочно? Қазір. Иә, атаның басына келдің бе? Ата. Абик, сен телефонға шақырып жатыр жұмыстан. Срочно дейді. Ой, жетесіз неме. Жұмыс дейді ғой, шеше сөйлейін деп жатса. Апа, болды енді, қойшы. Қазір. Сен нервіңді құрдай бермеш, апа. Давлениең көтеріліп кетеді тағы да. Жатып демал. Бір-екі күнде аяғыңа тұрып кетесің деді ғой дәрігер. Дәрігерімді қойшы. Телефоның жазып тұр ма? Я? А, не. Жай ештеңе. Шұқыланмай отырсын дегенім ғой. Ну, енді. Апамның айтқаны өтіп кеткен жоқ әйтеуір. Жан, кешірші мені. Мен білмей қалдым. Базарға шығып бара жатқанда бөлмесінде шығар деп ойладым, қайдан білейін? Қойшы енді. Сен ешкім кінәлап жатқан жоқ қой. Ту, енді апам айтып жатыр ғой, келін емес, кесір, анау, мынау деп. Сен еще үндемейсің оған. Айта береді ғой. Өзінің қандай келін болғаны есіне салатын адам болмағасын.
Ай, шырағым, мына шайың суып қапты ғой, мә. Суымахан апа, нормально. Ішіп отырық қой. Ай, қарағым ау. Бір ішін аяқ шайымызды бір дұрыстап ішейік та. Отырайын ең сол шайды. Он салып, он шығарып. О, Құдай. Бір кесе шайға зар қылып қойған бұл Құдайға не жазып еді ма? Менің шайым ұнамаса, келесіде шайды өзің құйып іш. Енді менен шай сұраушы болма. Құдай менің күнімді саған қаратқаннан сақтасын. Ужас. Ужас. Айтпа. Жан, сонда осының бәрін әжең өз жазған ба? Ендіші. Сарыөзекке ағайындарға бара жатқанда папамдардан тығып, кейін өскен туы оқырсың, бір жерге тығып қой деп беріп кетіп еді. Сол кез әжемді соңғы көруім екен. Қатты ауырып жатыр деп естігем. Еміс-еміс есінде. Одан кейін папам қайтты. Онсыз да хабарласпайтын ағайындар мүлдем хабарсыз кетті. Әжем қалай қайтты, қайтып қайтты, оны кейін білдім міне. Мені кетер кеткенше әбден күтіпті. Намаздан кейін дұға тілегенде менің аман саулығымды тілепті. Мұның атаспекті іздеп келсе, берерсіңдер деп айтып кетіпті. Жан, осының бәрін ішіне қалай сақтап жүрсің вообще? Блин, осыдан кейін сенің апаңды жақсы көре алмайтын сияқтымын мен. Мен жақсы көреді деп кім айтты саған? Ту, енді білмеймін, вообще қарсы келмейсің ғой оған. Енді әжем айтты ғой, құрметте сыйла деп. Әжем күшті адам болған сияқты, я? Менімше сен соған тартқансың. Айман, әй Айман. Не болды? Екіде бір болды. Оны сей дүкен етіп. Астағфиралла. Келінімсің бе, енемсің бе менің? Орныңды білсей, шырағым. Соны айту үшін шақырдыңыз ба, апа? Жоқ. Маған шай дайындаш. Сосын оқитын газет, журнал бірден алып кел. Газет журналды қайтесіз, апа? Одан да мынаны оқыңыз. Бұл не де, субханалла. Оқыңыз деймін, ішінде көп күшті нәрсе бар. Ой, субханалла. Не қылған адамсың өзің? Айтсаңшы жұмбақтамай. Дүниеде сендей кесіргелін жоқ шығар. Апа, менен де өткен келін бар екен. Оқыңыз деймін. Мұнда сол туралы жазылған. Мен шай реттей берейін. Бүйтіп, өреміз. Менің баламның ақылы көп. Субханалла, балаға не үйретіп отырсың, а? Тастанан, Абдурахман. Бетағатшысы. Анан санай бергенше намаз оқымайсың ба? Субханалла, Абдурахман деймін. Тастананы. Жарайды, жақсы. Апаңның айтқан тілін ала қой, әкел маған бере ғой, маған бере. Ой, налайын, құлыным ақылы көп қой баламның менің деген. Жарайды, жақсы. Алмай-ақ қой.
әлде ұнамай қалды ма? Қалайсың жан? Апам қалай, жақсы ма? Жақсы деп ойлаймын. Өзің қалайсың?